Доброе утро. Ё-моё, но мен үшін доброе утро болды. Обед болды одағы. Режим деген километр орнына. Күн деген ысып кетті. Бір жерге күн түскенше ұйықтаппын ғой. Шығайын қалаға. Мынау шаш емес, мынау сабан болып кетті ма, шөп болып кетті ма, бәле болып кетті ма, тал болып кетті ма. Осыны алып тастайын деп келе жатырмын. Сыпырып тастайын ба деп қоямын, бір ойым. Басты дем алдырып ша. Бүгін далаға шығардық. Алдында бастап кеткенбіз негізі. Кейбіреулер қақынан шықпайынша болмайды дейді ғой. Негізі шығару керек таза ауаға. Врачтар да айтып кетті оны. Қазір 20 минуттай отырады. Папаш екеуі. Мен мынау ұйықтап қалды. Уже ұнайды біздің баламыз ғой. Ерге тұрсаңшы, ерге. Қойшы, Басеке деп айтамыз еді қой. Жеңшеміз оны отыр, ерге тұрыңшы. Қаншайым болды, 4 күн болды, әлі ішіп отырса ерге. Тұрсаңшы. Прикол ұстап қоймайды баласына же. Ерге жеңшеміз оны отыр, ерге. Ала берейін ба трубка? Өзімді көрсетіп қойын. Бұжынап отырмын, терлеп тепшіп. Ыстық ұрып жатыр ғой, көлік Я ыстығырып тұрна жер. В общем, бүгін деген біз күйеуімізді біраз. Негізі күйеуім өзі келеді ғой. Сонымен қоярда қоймай жаңа шығып алды. Проветрик қойдырайын деп жатырмын. Негізі алдында ғана қойған. Сонымен бір жағы алып кетті ма, үзіп кетті ма, бірдеңе болып сонымен бәрін жуып тастап тұр жүрмейді. Қазір енді сонымен күштіліп бір көже ішіп алдық. Көже күшті екен. Сағат көже. Машина күтіп отырмын. Аяқ деген ысып кетті, жер деген ыстық, ужас бар ғой. Бүгін күн вообще жаман ыстық. Вот кондер бар жерде жату керек қой, тұрмай жату керек қой. Онда погодада. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Абдылық ағайын, амансыздар ма? Таңға жуық жатқан болатын. Енді тұрдым, шыны керек. Басым ауырып. Именно осындай уақытта оянсам, кәдімгідей басым ауырып кетеді екен. Так что осындай уақытқа дейін обедке ұйықтамаңыздар. Нехорошо. Сіздерге бүгін күндеріңізге сәттілік тілеймін, амандық тілеймін. Менде кеше керемет бір көңіл күй болды. Бүгін де күшті бір көңіл күй болады деген ойдамын. Сіздерге де сондай бір тілеймін. Қазір мен бір жерге бара жатырмын. Барғаннан кейін қайда, не үшін, қалай бәрін түсіндіретін, көрсететін боламын. Сол достар. Аман болыңыздар.